Бұрынғы заманда бір үлкен теңіздің жағасында кемпір мен шал өмір сүріпті. Бұлардың мал дегенде бір сауын ешкісі һәм бір балық ұстайтын ауы болыпты. Шалдың аты Шияз екен. Шал аумен балық аулапты, ал кемпірі ешкіні бағыпты. Бұлардың бар қорегі ешкінің сүті мен балық болған екен. Кемпір мен шал әр уақытта бір түлкіден қорлық көріп жүріпті. Шал Шияз теңізге ау салып балықты суырып алған мезетте судың жағасына түлкі келіп мұның балығын тартып жеп кетеді екен. Түлкі өзінен күштірек болған соң шал Шияз бұған ештеңе істей алмапты. Түлкіден өзге кемпір мен шалдың Ботагөз деген күшті, мінезі жаман бір алып дұшпаны болыпты. Алып Ботагөз шал Шияздың үйінің қасындағы бір үңгірде тұрып, адамның етін жеп күн көреді екен. Сақтап қойған еті таусылғанда, Ботагөз алып қасындағы аймақтан балаларды, кемпір шалдарды жиып әкететін көрінеді. Бұл алыптан шал Шияз бір айламен құтылмақ болады. Сөйтіп өзінің әйеліне: «Кемпірім, әрдайым осылай Ботагөзден қорқа береміз бе? Одан да мен бір жақсылап тұрып, оның сазайын тартқызайын. Оны қонаққа шақырайық, ешкіні союға маған көмектес» дейді. Жалғыз ешкісін қимаса да кемпір байғұс шалдың айтқанынан шықпапты. Кемпір мен шал 3 күнде ешкісін әлен дегенде жығып сойыпты. Шал ешкінің ішек қарнын, миын саз балшыққа көміп, үстіне кебу топырақ жауып қойыпты. Мұнан соң шал Шияз Ботагөзді қонаққа шақырыпты. Үйіне келген жексұрын алыпты, ешкінің етімен сыйлап болған соң шал Шияз: «Кел батырым, екеуміз көш сынасайық. Әуелі жердің ішек қарнын, одан соң миын шығарайық» депті. Ботагөз ашу шақырып, бар күшімен тепкенде, аяғы тізесіне дейін жерге кіріп, ішек қарнын шығара алмапты. «Қанеке, енді мен қимылдап көрейін» деп, шал Шияз саз балшықтың үстінде тұрып, жерді теуіп қалады. Аяғы балшыққа еніп, шал ешкінің ішек қарнын суырып алады. Мұның күшіне алып аң-таң қалады. «Енді жердің миын шығарайық» дейді Шияз. Ботагөз бұрынғысынан да жаман ашуланып, жерді одан да қатты тепкенде, жерге белуарынан еніпті. Сөйтсе де жердің миын шығара алмапты. Сонда шал Шияз жерді теуіп, саз балшықтан ешкінің миын суырып алыпты. «Мінекей жердің миы, Ботагөз, менің күшіме разысың ба?» деп сұрапты. «Рас, сен күшті екенсің, кел енді ағаш жұлсайық» дейді алып. «Жарайды» деп шал Шияз келседі. Ботагөз барып, бір емен ағашты тамырымен қопарып, 7 таудан асырып лақтырып жіберіпті. Шал Шияз бір үлкен еменді құшақтап тұрып: «Бүгін мен күшімді көрсетемін. Ал ай, аузың бұзылмасын, күн, көзің шықпасын» депті. Мұндай сөздерден қорқып кеткен Ботагөз жүгіріп келіп шалдың аяғына жығылып, жалынып жалбарына бастайды. «Еменді лақтыра көрме, аймен күнде жаралайсың». Сонда шал Шияз: «Кел, екеуміз өлелгенше дос болайық. Сен тағы да жақын арада маған қонаққа кел» дейді. Ботагөз үйіне кеткенде, шал Шияз өзінің айласына қуанып әйеліне: «Кемпірім, алыпты тағы да қонаққа шақырдым. Бұл жолы бұған мынадай қулық істейін. Алып келе жатқанда мен өтірік ұйықтап жатайын. Ол үйге енгенде мені оята баста» дейді. Біраз уақыт өткен соң Ботагөз тағы да қонаққа келеді. Кемпір мен шалдың үйіне әрең сыйып, басы шаңырақтан шығып отырады. Кемпір шалын оятып жатып: «Шалым, саған досың қонаққа келді. Мұны немен сыйлаймыз?» дейді. Шал: «Басқа алыптан бас қалған, соңғы алыптан төс қалған. Соны жиып теріп қазанға сал. Егер де бұл аз десең, осы отырған алыптың өзін ас» деп айтады. Мына сөзден жаны шыға қорыққан Ботагөз шал мен кемпірдің үйін көтере қашады.
Ботагөз алып бас ауған жаққа қашып бара жатқанда, жолда оған түлкі кез келеді. Түлкі: «Қайдан келесің? Қай жаққа барасың, Ботагөз? Сен де біреуден қорқады екенсің ау. Маған айтшы, басыңа не күн туды? Мен саған бір қызмет қылайын», дейді. «Ой, қарағым түлкі, менен де күшті адамдар бар екен. Айтшы, қарағым Шал-Шияздан қалайша қайда барып құтыламын? Мені ол өлтіреді», дейді. Ботагөз: «Шал-Шияздың күші жоқ. Мен оның аулаған бар балығын тартып жеп тұрамын. Қорықпа, керек десең оны жеңіп берейін», дейді түлкі. «Қой, түлкім, қой, сен онымен теңесе алмассың», дейді алып. «Бекер айтып тұрған жоқпын. Егерде маған нанбай тұрсаң, менің құйрығымнан мықтап ұста. Алдағандай болсам, маған не қылсаң да ықтияр сенікі», деп түлкі қоймайды. Ботагөз алып түлкімен бірге кемпір мен шалға қарай бет алады. Кемпір мен шал сынып қалған үйінің оны мұнысын жинап жүрген еді. Шал оларды көріп: «Тәңір жарылқасын сені, түлкішегім. Ботагөзді алып келдің бе? Ұста, мен оны отқа салайын», дегенде алыптың зәре-құты қалмайды. Түлкі: «Мені шалдың қолына ұстап бергелі жүр ғой», деп мұны құйрығынан алып жерге бір қойғанда түлкі өліп кетеді. Сөйтіп Ботагөз 7 жылда қос атпен бара алмайтын жерге қарасын батырады. Осылайша кемпір мен шал Ботагөз алыптан, түлкіден құтылыпты.